жеткізген өзің едің, қадіріңді туған жерің, шалғай кетсе сағынуды шырқап салам, осы әнімді сағынғанда ауылымды. Жақсы жандар жанын нұрлы үйреттіңдер сағынуды, шырқап салам, осы әнімді сағынғанда ауылымды. Осы жерде балалар ойнайды. Күшті. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Армысыздар ауылдастар. Асхат, біз бүгін қайда келдік? Біз бүгін қасиетті Кеңгір өзенінің бойында орналасқан Қаракеңгір ауылына келдік. Жалпы Бол ауылдың тұрғындары ауылдарын Бостымсық деп еркелетіп атайды екен. Осы Қаракеңгір ауылына қонаққа келдік. Енді бізде қандай жоспар бар? Ең бірінші біздің жоспарымыз бұл кейіпкерлеріміздің үйіне қонаққа барамыз. Жалпы олардың осы жердегі тұрмыс тіршілігімен танысып, біліп қайтайық. Жалпы ауыл өмірін сіздерге біз көрсетеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Бізбен бірге болыңыздар, ағай. Сәтбаев қаласынан 160 шақырым жерде орналасқан Қаракеңгір ауылы. Ауылымды сағындым бағдарламасының екінші шығарылымы Бостымсықта таспалануы бекер емес. Ақшам телеарнасының Instagram парақшасында ауыларалық жарыс өткізілген болатын. Жарыстың қорытындысы бойынша 365 дауыс жинаған қаракеңгірліктер болды. Қаракеңгір селолық округі 1994 жылы бұрынғы Қаракеңгір кеңшары негізінде құрылған. Селолық округтың орталығы Бостымсық селосы. Ұлтау селосының батысында 45 шақырым қашықтықта Қаракеңгір өзенінің бойында орналасқан. Селолық округтың жер көлемі 374.518 гектарды құрайды. Округ бойынша 116 шаруа қожалығы тіркелген. Оның ішінде 16 шаруа қожалық егін шаруашылығымен айналысады. Селода 3 азық-түлік сауда орны халыққа қызмет көрсетеді. Жалпы халықтың саны 761 адам. Жер мәселесі бойынша мына нөмерге хабарласып ақпарат ала аласыздар. 8710 35 2 1207. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкерлері берекесі мен бірлігі жарасқан отбасылардың бірі Смайловтар отбасы. Бала кезімде Қаракеңгір жеріне табан тірегенде әрдайым осында қонақ болатынбыз. Сапабек ағамыз бен Зина апамыз мен үшін ән өнерінің ең үздік дуэтіндей көрінеді. Өз кезінде бұл жандар сахнада жүріп, талайда әсем даусымен таңғалдырған. Отбасылық той жиындарда шәмшінің әуезді теріс кейін шырқап, оңтүстік Қазақстанды емес, орталық Қазақстанды, қасиетті Қаракеңгір өзенін даусымен суреттеп беретін. Бүгінде бұл отбасы немерелерінің қызығын көріп, ауыл ішінде мерейлі отбасылардың қатарына кірген. Қарапайым ауылдың тірлігі бізге қызық болғаны соншалықты. Бірден жұмысымызға кірістік. Мен далада ағамыздан ауыл жұмыстарының техника қауіпсіздігінен сабақ алдым. Ал Шолпан болса, ас үйде апамыздың кеңестерін тыңдап, тәтті дәмдісінің мәзірін қарады. Құрметті көрермендер, біз қазір Смайловтар әулетіне қонаққа келдік. Зинат әтеміз бізге арнайы мінеке бауырсағында пісіргелі жатыр. Процесті бірге тамашалайық. Етіміз қазанда, нанымыз дастарханымызда. Ал мына аштасың нанды, енді одан кейін мына жақсылап тұрып былай жазасың. Сосын жақсылап тұрып. Көресің ба өзің? Басып піспеп көресің ба? Көре ғой, Неге? Қаттырақ баспа, анау жабысып қалады әйтпесе кішкене бүйтіп созып. Оны салсам бола ма? Сал, шамалы ғана сала ғой, жабыспаш. Кішкене, мынаны бүйтіп, кішкене мынандай не ғой. Кішкене не жазып жер, алқан. Енді баса ғой. Қанекей. Кішкене жаз. Ақшам телеарнасында бірінші рет. Нан сыватқаның ба? Кәнекей,
Осырай ма? Тағы да кішкене жоқ ауысыма осылай екі жағынан бірдей нете бір асырып. Сосын шамалы жұқартамыз, сосын жұқарғаннан кейін кесіп. Есімде? Содан кейін бауырсақтың есінде. Асатасынан дейді бауырсақтың. Иә. Нанын осылай. Жасап жатырмыз ба? Осылай. Кішкене тағдырмен кішкене Құрметті көрермендер, ал біз қазір атамызбен ағаш жару үрдісін көреміз. Отын жару негізі оңай емес, сондықтан да қарап үйренейік бірге. Көріп тұрғандарыңыздай, бұның өзі бір еңбек, жалпы оңай зат емес. Бұлай істейсің. Міне дәл қазір көріп тұрмыз. Ағаш жарылды. Міне осындай ағашты алып пешке салып, үйді жылытады және де тамақ пісіреді. Жалпы ауылдың өмірі осындай. Сіздерге бұны не үшін көрсеттік десеңіздер, біздің бағдарламамыздың мақсаты да осы. Ауылдың тұрмыс тіршілігін қала жастарына, қаланың тұрғындарына көрсету. Атамызға рахмет. Жалпы енді мен осы бір ағашты өзім жарып көрейін. Ақшам телеарнасында алғашқы эксперимент қаланың баласы қазір келіп ағаш жарып көрмек. Әлдейлі баялам өсірген жер. Мінекей, осындай еңбекпен ауылдың тұрғындары отын жарады. Рахмет. Есіктің алдында 1996 жыл. Менің есімде Қаракеңгір жалындаған жастары мен аузы дуалы ата-әжелермен есте қалды. Ол кездері адамдардың сөйлеу манері, ойлау қасиеттері басқаша еді. Біздің ғасырда ғаламтор және әлеуметтік желі деген мүлдем болмаған. Суретке тамақпен емес адаммен сусан еді. Менің балалық шағым, менің Қаракеңгірім, Камшат Бөстекбаева арнайы ауылымды сағындым бағдарламасы үшін. Шолпан, сен мектепті қай жылы бітірдің? Мен 2014 жылы мектепті аяқтадым. Асхат, сен ше? Мен 2015 жылы мектепті тамамдаған болатынмын. Ал енді біз бүгін қайықта тұрмыз, Шолпан? Біз дәл қазір жарты ғасырлық тарихы бар нөмірі 4-ші Қаракеңгірдің орта мектебінде тұрмыз. Жарты ғасырлық тарихы бар мектепті қаншама түлектер түлеп ұшты. Ендеше осы түлектер аллеясына біз де бір өз үлесімізді қосып кетейік. Шолпан, сен қойып жүр. Мінекей дәл қазір тауды суарып жатырмыз. Ұлытау ауданы Қаракеңгір ауылындағы нөмір 4-ші жалпы орта білім беретін мектеп. Біздің мектеп 1976 жылы салынған. Мектебімізде бүгінгі таңда 108 оқушы оқылып жатыр. 28 мұғаліміміз бар, 4 жас маманымыз бар. Биылғы оқу жылына келген мектептің жалпы олимпиадалардан орын алып атқан оқушыларымыз да жеткілікті. Облыстан да екінші орын иеленіп келген оқушыларымыз бар.
Енді мына жаңа айтып жатырмыз ғой, мектебімізге биылғы таңда мына ауылым алтын бесігім атты бағдарлама бойынша мектебімізге күрделі жөндеу басталғалы жатыр. Ол әрине біздің ауыл халқын, біздің ұстаздар қауымын қуантуда, себебі мектебіміз биыл күрделі жөндеуден өтеді деген ойдамыз. Өтіп жатса, ауылымызға жастар көп келіп жатса, биылғы оқу жылында да келетін жастармен сөйлесіп отырмыз. Жалпы жастар жылы болғаннан кейін мамандардың да жас болғанын қалаймыз, ауылға келгенін қалаймыз. Қаракеңгірдің 2 қабатты типтік үлгідегі мектебінде оқушылардың білім алуына және де уақытын тиімді өткізуіне барлық жағдай жасалған. Мектептің жетістіктерінің бірі аудан ішінде үлгерімі бойынша 3-ші орында тұр. Осы жетістікке жетуімізге біздің осы мұғалімдеріміздің еңбегі зор деп айтамыз. Ізденімпаз мұғалімдеріміз, жаңашыл коллектив жаңарды, қазір бұрынғы үлкен мұғалімдер жоқ. Соларды айтуға болады. Спорт жетістіктері мінекей біздің бұрынғы дене шынықтыру мұғалімі Шарипова Қыдырбекұлының атындағы міне турнир өтіп жатыр. Бұл да біздің мұғалімге деген өлі риза болмай тірі байымайды дейді ғой. Соның рухын көтеру мақсатында жастар жылына байланысты үлкен бізде турнир өтіп жатыр. Соның куәсі болып жатсыздар өздеріңіз. Елді құрметтеуде елім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шығады демекші. Әрбір азаматты осылай құрметпен біздің ауыл қарсы алады. Оқушыларды сондай рухани байғып тәрбиелеп жатырмыз деп ойлаймыз өзіміз. Қаракеңгір мектебінде танымал жаттықтырушы Шарифолла Қыдырбековті еске алуға арналған волейболдан аймақтық 3-ші турнирі өткізілген болатын. Жарыстың қалай өткені жайлы Ақшам телеарнасының YouTube арнасынан тамашалаңыз. Ауыл жастары кез келген ауданаралық мерекелік шараларда, жарыстарда қапы қалмай бой көрсетіп тұрады. Осындай оқушылардың бірі Ағерке Дүкенова. Мен Дүкенова Ағерке, номер 4-ші Қаракеңгір жалпы орта білім беретін мектебінде қазіргі таңда білім аламын. Қазір 10 сынып оқушысымын. Маған мектеп балалармен араласу үшін, уақытымды кітап оқуға, қызықты өткізу үшін, білім алуға, ертеңгі болашаққа бағыт-бағдар алуға. Мен мектепті бітіріп, және де өзім қалаған медицина саласына оқуға түсіп, және де соны тамамдап, дипломмен алуға бағдарламасымен осы ауылға келіп жұмыс жасаймын. Жарқын дауыс аймақтық телевизиялық ән байқауында талайды тамсандырып таңғалдырған. Киелі Ұлытаудың балалары Мыңбай Арай мен Шәкәріман Ерден ерекше даусымен Кенді Шақар Сатпаевтың тұрғындарын дүр сілкіндірді. Осындай өнерпаздар Қаракеңгірде де жоқ емес. Өнердің өрендерін іздеп ән тыңдап демалу үшін мәдениет үйіне аттандық.
Сәлеметсіздер ме жерлестер? Сіздер бүгінгі күні мына Қаракеңгір селолық клубы үйінде тұрсыздар. Мен осы жерде жұмыс істеймін. Фамилиям Зұлпыхарова, Гүлжахан Сейдің қызы боламын. Әдіскер болып қызмет атқарамын. Бұл Қаракеңгір селолық клубы 1964 жылы салынған. Міне содан бері жұмыс жасалуда. Арасында әрине совхоз тараған кезде бірнеше жыл жұмыссыз болып тұрды. Одан кейін 2008 жылы күрделі жөндеуден өтіп, ары қарай жұмысын жалғасуда. Бұл кездерде бізде Әжбенова Тақаш қызы Гүлжауһар апамыз жұмыс істеді. Сол кісінің арқасында біз осы мәдениет үйіміз көркейді. Сол халықтық Кеңгір театр атағын алдық. Қоржынымызда бірнеше спектакльдері бар. Кемпірлерден шыққан дау, күйеуге шыққан кемпірлер, ананың көз жасы, 5 бойдаққа бір той спектакльдері қоржынымызда дайын тұр. Одан кейін міне 1 жыл бұрын осы ол кісі зейнетке шығып кетті. 1 жыл бұрын міне қазіргі таңда Баймышев Қанат Төлеубекұлы жұмыс жасауда. Жас келсе іске дегендей жұмысымыз одан сайын жанданып жатыр. Қазіргі таңда мәдениет үйінде өте ауқымды іс-шаралар өтеді. 15 адам жұмыс жасаймыз. Оның 6-ы арнаулы білімді, жоғары білімділері бар. Қалғандары жұмыскерлеріміз, өте ұжымымыз кішкентай болғанмен жұмысымыз өте ауқымды. Әрбір іс-шара қазіргі заманауи түрде өткізіліп жатыр. Әкіміміз Жалғас Сәулебекұлы Төре, ол кісі де өте қазіргі таңда мінекей өздеріңіз көріп атқандай жастар жағы жұмысты жақсы атқаруда. Қаракеңгірдің келі сахнасына шығып ән айтқаным, және де осы өнерде жүріп, домбыра шертуім бекер емес. Ертеде менің нағашы атам Майлыбай Қаракеңгірді мекен еткен екен. Естулерім бойынша ауылдың сыйлы азаматтарының бірі болған. Қазіргі тілмен айтқанда Майлыбай ата сазгерлікпен айналысқан, күй шығарып, келі домбыраны серік етіп, жанынан тастамаған. Ол күй тартқанда адамзаттың жанын тебіренткен екен. Өкінішке орай заманы сол, аудио бейне жазбаларын қалдыратын мүмкіндігі болмаған. Мен осындай өнер азаматының жиені болам. Сондықтан да мен үшін Қаракеңгір ыстық болып көрінеді. Қаракеңгір ауылында бүгін дүбірлі той орын алып жатыр. Жалпы Ұлтаудың жан-жағынан келген шабан доздар осы жерге келіп бағын сынап жатыр. Жарыс тартысты өтуде. Иә, дәл қазіргі сәтте мына бәйгеге куә болып отырмыз. Келген қонақтардың да көңілі өте керемет. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге ат жарысты көріңіздер. Ауылымды сағындым бағдарламасымен бірге болыңыздар. Құлағын тұр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Алғи құла шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала.
қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала. Ауылымды сағындым бағдарламасы Қаракеңгір ауылында дәл қазір ат жарысы өтуде. Адамдардың да көңілге өте керемет сияқты. Қазір барып өзіміз сұрастырып көрейік, қалай екендерін. Мінекей таза ауада қазанға күріш те пісіріліп, ас та салынып тұр. Аржаны кәуап та пісіріліп жатыр. Қазір енді көрейік. Мінекей ауыл тұрғындарынан Жанар, көңіл-күйіңіз қалай, Жанар? Жақсы, өте жақсы. Кіммен келдіңіз? Балаларыңызбен келдіңіз ба? Иә, балалармен. Жалпы сіздерде осындай ат жарыс жиі ұйымдастырылып тұрған қалай? Жиі осындай праздниктерде, Наурызда, осылай 1 мамырда жиі ұйымдастырылады. Қазіргі келген әкіміміз жас. Осы жастар жылында осылай көп іс-шаралар ұйымдастырады. Сол ризамыз. Мен өзім мәдениет үйінде істеймін. Сол осы концертпен келдік, жұмыспен. Рахмет үлкен. Сен атын кім? Ұлас. Ұлас қалай? Көңіл-күйің күшті ма? Иә. Далада тамақ ішкен қалай екен? Жақсы ма? Иә. Сен де бәйгеге қатысқың кеп тұрған жоқ па? Қалай қатысасың ба? Білмеймін. Шолпан қалай отыр жарыс? Кім бірінші? Өте күшті болып жатыр, мінекей. Жандос па келе жатқан? Жандос бірінші болып келе жатыр. Жандос келе жатыр. Кәм берші? Қалай? Енді жүлделі бірінші орынға ие болған Қарагер аты. Аттың иесі Құдай қылып Мұрат, Шабандоз Досмағамбетов Жандос жүлделі бірінші орын Қаракеңгір ауылынан 100.000 теңге. Әжеміз мінекей ыстық бауырсақтан алып келіп жатыр. Ой, ыстық екен. Шолпан күн дәмін көрмедік пе? Көрейік мінекей, суығаннан. Дәмі өте тәтті екен. Ерекше, отқа піскен ас. Қанша болса да, ерекше көрінеді екен дәмі. Бізде қалада пешке пісіреді, оның дәмі мүлдем басқаша болады, мынанікі мүлдем басқаша. Бұл ауылымды сағындым бағдарламасы, біз бүгін Смайловтар отбасында қонақтамыз. Зинат әтемнің бауырсақтарынан ауыз тиіңіздер. Мен енді осы ауылдың тумасымын. Туғалы осы ауылда өмір сүріп келе жатырмыз. Зейнекеміз айтсайын. Не? 82 жылы олады, ода құрғанбыз. Енді екеуміз де өлең айтамыз. Мынау ауданда Таугүлі деген хор болған, халықты хор. ВДХ-ға, Москваға дейін барғанбыз. Соның белді мүшесіміз екеумізді. Қазір енді кәртайдық, өлең қалды бізден. 3 баламыз бар, мынау отырған үлкен Нұрлан деген баламыз. Жезқазғанда спасательный отрядты істейді. Мен өзім осы совхозда әділ кадр болып істегем, профсоюз комитетте істегем, басында комсомол секретарь болып бастағым осы. Сол қоғамдық жұмыстарда жүрдік енді. 2 қызымыз бар. Екеуі де тұрмыста, біреуі Қарағанда тұрады, біреуі Сәтпаев қаласында тұрады.
сол балаларымыздың бәрі өнерлі өлең айтады дегендей. Қызықты оқиғаларыңыз бар. Сосын енді кемпіріміз Зина, жаңа айттым ғой, өлең айтады, әнші ауылдың үлгілі әже қазіргі. Сол медучилище бітірген бұл кісі. Ауылда балалар дәрігер болып жұмыс істеді. Содан пенсияға шықты қазір, пенсионерка. Сол біздің жағдайымыз. Мына кісі біздің әжеміз, Майлыбай ағамыздың кемпірі. Балалар аман есен өсіп жетіп оқыған, тәрбиелі, жақсы болса, солар үлгі отбасы. Істейтін істері, шаруалары көрсететін, жұртқа көрсететін, жақсы істейтін істері болса, үлгілі отбасы болады да. Енді өзі үлгілі отбасымыз деп өзіміз мақтай алмаймыз ғой. Ел біледі, халық біледі, ауылдың адамдарынан сұраңдар, үлгілі ме, үлгілі емес пе деп. Біздің өзіміз мақтап үлгілі отбасымыз деп айта алмаймыз. Тамақ алыңдар. Құдайға шүкір, бірақ енді тәуба, жаман емес, біз тұрып жатырмыз. Енді бәленбай жыл осы жерде жұмыс істегеннен кейін бұл жерді қиып кете алмай жатырмыз әзір. Қазір осы жерде ұлымыз, шалымыз екеуміз ғана тұрамыз, балаларым бәрі қалада. Қазір енді өмірдің талабыменен жұмыс жоқ кезде, саққоз тараған кезде, сонда жұмыс болмайған кезде балалардың бәрі қалаға кетті де, сол жақта тұрақтап қалды ғой. Енді біз пенсияға шығып, осы жерде ақыры жүріп жатырмыз. Құдай бірісі, өміріміз жетсе, тұра бергіміз келеді әлі ауылда. Ауылымызды қимаймыз. Кейбіреулер сұрайды ғой, сендер әлі ауылда тұрасыңдар ма? Иә, тұрып жатырмыз дейміз. Ауылдан әлі кеткіміз келмейді, шамамыз келсе. Қаладағылардың бәрі текке бос жүргенше ауылға шақырамыз. Келсін ауылға. Ауыл жақсы ғой, таза ауа. Бүгін 1 май мерекесі болды ғой. Ауылда ат жарыс болды. Клубта концерт болды. Ауданымыздың әкімі келді. Ол кісінің айтатын шаруасы осы. Қалада шамалы жұмыс істеп жүрген адамдар болса, ауылға келіңдер, көркейтіндер, жер алыңдар деген әңгіме айтып кетті бүгін. Енді білімді Астанада департаментте бірдеңеде жұмыс істейтіндер енді істей берсін, шамалы жұмыс істейтіндер ауылға қайту керек қой деген әңгімені айтып кетті жаңа осыған. Әкімден естіген әңгіме ғой. Бізде бірінші бағдарламамызда да айтылған ол. Ал кет. Бүгін жақсы өтуде. Я в шоке просто. Мінекей бүршіктер жарып жатыр, талдарды көктей бастады. Бізбен бірге болыңыздар. Сен де қойса неге мен сол едім? Ұлытау ауданында, ойбай, не етіп кеттім. Қаракеңгір ауылында. Шабандозға қамшы бере тұрыңыздар. 1, 2, 3. Қаракеңгір ауылында бүгін үлкен той. Ұлытау ауданының жан-жағынан жиналған шабандоздардың барлығы осы жерге бас қосып, тартысты жарыстың куәсі болып